Баршаңызға сәлем. Бүгін сіздермен қазіргі таңда хит болып жатқан өте дәмді маковый пирогты жасайтын боламыз. Міндетті түрде видеоны соңына дейін қарап жасап көруге кеңес беремін. Ең әуелі 3 дана жұмыртқаның ақуызы мен сарыуызын ажыратып аламыз. 3 сарыуызына қантты салып, үстінен бөлме температурасындағы сармайымызды салып, миксерлеп алатын боламыз. Үшеуі бір келкі масса болу керек. Міне бізде осындай масса дайын болды. Енді оның үстінен миндальный мука, егер жоқ болса салмаса да болады. Және де оның үстінен разрыхитель, және де макты салып, кішкене араластырып жібереміз. Бұл қамыр өте дәмді әрі нәзік болып шығады қамыры. Және де үстінен алдын ала еленген өлшеп алған ұнымызды салып, қамырды илеп алатын боламыз. Біздің қамырымыз осылай жұп-жұмсақ, нәп-нәзік болып шығады. Қамырды 30 немесе 40 минутқа холодильникке салып алсаңыздар да болады. Асығыс болса бірден жасауға да болады. Мен кішкене жарты сағатқа қалдырып қойдым. Кішкене холодильникте тұрған соң жайғанға ыңғайлы болады. Енді қамырымызды пергаменттің үстіне кішкене ұн сеуіп жаятын боламыз. Бұны оқтаумен жаюға кішкене қиынға соғады, өйткені қамырымыз өте нәзік. Сол себепті үстіне осындай тағы да бір пергамент қағазын төсеп тұрып жайсаңыздар, сіздерге өте ыңғайлы болады. Міне дәл осылай орташа қалыңдықта жайып аламыз. Үйіңізде кез келген формамен жасауға болады. Мен үлкен болып шығу үшін осындай 4 бұрышты форма қолданамын. Міне қамырымызды жайып болды, қараңыздар, өте оңай жайылады. Осындай 4 бұрышты форманы үстіне қойып туралап кесеміз, және де шетіндегі артық қамырлардың барлығын алып, ішіндегі жетпей тұрған бөліміне салсаңыздар болады. Міне осылай жетпей тұрған жерлеріне сыртынан алып, салып, жайғастырып шықтым. Достар, бұл пирогты дәл осы рецепт бойынша тапсырысқа жасасаңыздар да болады. Мен қонаққа алып барған болатынмын. Қонақтардың барлығына өте қатты ұнады. Өте ерекше дәмді болып шығады. Сіздер де дәл осы пирогқа тапсырысқа жасап, табыстырсаңыздар да болады. Енді біз қамырымызды жайғастырып болдық. Үстінен шанышқымен тесіп шығамыз. Бір келкі болу үшін оқтаумен жайып алдым. Дәл осылай тесіп шығамыз. Енді қамырды бір шетке ала тұрып, біз дәл осы пирогтың меренгасын жасауға кірісетін боламыз. Меренгадағы ең басты ол құпиялардың бірі ыдысымыз құрғақ, таза болу керек. Және де миксердің венчиктері де құрғақ, таза болса, сонда біздің меренгамыз дұрыс шығады. Жаңағы 3 жұмыртқаның ақуызына шым-шым тұз салып, кішкене миксерлеп аламыз. Содан соң бір ас қасықтан салып отыратын боламыз. Қантты бірден салып жіберсеңіздер, меренга дұрыс шықпауы мүмкін. Сол себепті бір ас қасықтан жақсылап араластырып отырамыз. Шамамен 4-5 минут уақытыңызды алады. Міне бізде осындай қою масса пайда болды. Төңкерген кезде төгілмейтіндей болу керек. Біз үстінен греческий жаңғақты қосатын боламыз. Жаңғақ мейлінше ірі болған дұрыс, пирогқа қосып жегенге өте жақсы. Оның үстінен кукурузный крахмалды салдым, ол түспей қалыпты. Сіздер міндетті түрде кукурузный крахмал салып, жақсылап араластырып алыңыздар. Енді осы қамырдың үстінен меренгамыздың барлығын бір келкі және де бір тегіс етіп жағып шығатын боламыз. Дәл осы сәтте сіздер пештеріңізді алдын ала 160 градусқа қыздырып қойыңыздар. Пештің ыңғайына қарай 35-40 минут шамасында пісіп шығады. Оған дейін біз кремін жасайтын боламыз. Бізде креміне сливки, творожный сыр, сахарный пудра үшеуін салып миксерлейсіздер. Біраз бөлігін бетіне әсемдеуге алып қалдым. Толық рецепті мен описанияға қалдырып кетемін. Сол жақтан қарап жасасаңыздар болады. Қалған кремді қазір пирогтың ортасына жағатын боламыз. Міне біздің корждарымыз пісіп шықты. Дәл осы корждың ортасынан теңдей бөліп шығамын. Өзі беті сынғыш, солай болып шығады. Оған мән бермеңіздер. Осы меренгасымен өте ерекше әрі нәзік болып шығады бұл пирог.
Енді бірінші бөлігінің үстіне жаңағы алып қалған кремді толықтай жағып шығатын боламыз. Барлық жеріне біркелкі етіп жеткізіп, және де оның үстінен екінші кожды орналастырамыз. Қалауларыңыз бойынша екі кождың арасына кез келген жемісті қолдануға болады. Мен құлпынайды қолдандым. Ал қалған кремді, жаңағы алып қалған кремімізді шет-шетін осылай қалауларыңыз бойынша әсемдеуге болады. Мен осылай шет-шетін ғана әсемдеп шықтым. Және де оформленияда өз еріктеріңізде мен құлпынайларды жайғастырып шықтым. Міне біздің осымен өте нәзік әрі өте дәмді болып шығатын маковый пирогымыз дайын. Кремімен өте ерекше үйлеседі. Сол себепті сіздерге жасап көруге кеңес беремін. Егер видео ұнаса лайк басып, төменге пікір қалдырып кетуді ұмытпаңыздар. Назарларыңызға үлкен рахмет.